Ассалаумалейкум, Өркен аға. Алматыға қош келдіңіз. Өркен аға, сіз әлемнің 45 мемлекетінде болдыңыз. Енді оның өзіне де уақыт пен энергия қажетті. Соны сіз жалпы қалай жоспарлайсыз өзіңіздің саяхаттарыңызды? Жалпы енді саяхатты үш кезеңге бөлуге болады. Киноның өндірісі секілді, пре-продакшн саяхаттың өзі, пост-продакшн деген секілді. Яғни саяхатқа дейінгі даярлық, саяхаттың өзі, сосын саяхатта жинаған контентті өндіру, елге көрсету. Мен жағдайында. Ал ең маңыздысы бұл саяхатқа дейінгі даярлық, себебі Жапония, Германия секілді керемет жерде жүріп те, жақсы жерде жүріп те жаман қыдыруға болады, егер жоспар нашар болса. Сондықтан да, мысалы бір мысалды айтып беремін, біз Бельгияны таңғы 6-дан кешкі 6-ға шейін Яков екеуміз 5 қаласын барып үлгергенбіз. Остенд, Антверпен, Брюгге, Брюссель, есімді ұмытып қалдым, Лежбеді. Енді былай қарасам мүмкін емес секілді. Мысалы Сырымбек ағамен Португалияда 3 күнде толық өттік. Біреулер сол үшін бір аптаны айтты деген секілді. Сондықтан бұл жерде мәселе уақытты барынша тиімді пайдалануда және кейбір дүниелерден бас тартуда. Мысалы біз Эфиопияға барған сапарымызда Яков екеуміз мысалы 3 күн еш нәрсе ішкен жоқпыз, өйткені біз түскі ас, кешкі ас, таңғы астан бас тарттық. Оған кеткен мысалы айталық 2-3 сағаттың орнына бір музейге кіріп шығады деген секілді. Сондықтан да саяхатта ең маңызды мәселе бұл уақытты жоспарлау. Өте маңызды. Энергия мысалы осынша мемлекетте. Энергия енді әзірге жастығымызға сәл-пәл сенеміз, дегенмен бұл жерде баланс, ұйқының балансы, қимыл қозғалыстың балансы, білмеймін енді. Сосын энергия деген өзінен жаңа бір қанат ислам біз намысты боксшы дейміз ғой, то есть адам күші сарқылған кезде намысы ол бір скрытый резерв деген секілді. Бізде саяхатта керісінше намыстың басқаша түрі іске қосылады, яғни шаршап өліп тұрсаң, зарядтың нөл болса да, кейде біз мотивацияның күшімен жүре береміз. Бол, все, болмайды, ақыры келдік, давай деген секілді. Кейбір кезде андай эмоция арқылы қуаттанатын кездеріңіз болды ма? Әрине. Таңғажайыптан. Мен өзім негізі эмоциональный адам емеспін, ол мен минусымды ойлаймын, бірақ негізі не үшін саяхатқа шығамын, сол сарқырама болсын, тарих болсын, бір қызық жәдігер көрсем де, одан алған эмоция бізге энергия. Марғұлан ағамыз айтпақшы, энергияның 4 түрі, 5 түрі бар ғой, сол рухани энергия, то есть міндетті түрде подпитка. Рахмет, Өркен аға, тағы да сізге тілерімін, армандаған мемлекеттеріңізге жете беріңіз. Сәттілік тілеймін. Рахмет сізге.